Сәлем достар, бүгінгі ақпарат анар қабығының пайдасы туралы. Анарды жегеннен соң қабығын лақтыруға асықпаңыз. Себебі анар қабығының құрамындағы элла қышқылы антиоксидант, антимутаген және қатерлі ісікке қарсы ерекшеліктерге ие. Зерттеулер нәтижесінен кейін омырау, өңеш, тері, ішек, простат және ұйқы безі қатерлі ісіктеріне қарсы әсері бар екендігін көрсеткен. Элла қышқылы қатерлі ісікке себеп болатын молекулаларға байланып, оларды маңызды өлшемде залалсыздандырады. Анар қабығы фенол, полисахаридтер, витаминдер, клетчатка, пайдалы май қышқылдарына өте бай. Қабықтың қасиеттері асқазан ішек жолдары ауруларына емдеу үшін қолданады. Диарея, дисбактериоз, колит, асқазан және 12 елешектің ойық жаралары үшін. Анар қабығының тұнбасы жүрек ырғағының бұзылуын, бауыр ауруларын емдеуге оңай әсер етеді. Ол гемоглобинді арттыру, қан тамырларын холестериннен тазару үшін қолданады. Тыныс алу жолдары үшін бронхит, астма шабуылдары, пневмония, өткір респираторлық қабыну, суық, тіпті туберкулез емдеуге де қолдануға болады. Жүрек қан айналымы жүйесі үшін тромбоз, трахикардия, анемия, ашемиялар, сондай-ақ жүрек соғысы, осы аталған ауруларды алдын алу үшін де қолданады. Бұл жемістің қабығында пильтерин заты бар. Бұл кез келген құртты сол мезетте-ақ жоя алады. Ендеше ағзаңызды жаулаған құрттан анардың қабығынан дайындалған тұнба ішу арқылы құтылыңыз. Тұнбаны дайындау үшін 50 грамм анар қабығын 400 мл қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Тура 6 сағаттан соң тұнбаны отқа қойыңыз. Көлемі 2 есеге азайғанға дейін баяу отта қайнату керек. Дайын болған қайнатпаны сүзіп, 1 сағат бойы аз-аз жұтымнан ішесіз. 30 минуттан соң іш жүргізетін дәрі қабылдаңыз. Емделгеннен соң 4 сағатқа дейін тамақ, сусын ішпеген дұрыс. Және де созылмалы жөтел кезінде де пайдасы мол. Ол үшін анар қабығын бозғылт түске боялғанша шай қайнатып, лимон және бал қосып ішуге болады. Көлеңкеде немесе 40-50 градустан аспайтын жерде кептіріп, ұсақталған анар қабықтарын салқын жерде сақтау қажет. Кейін 100 грамм қайнаған суға 2 грамм анар қабығын салып, шамамен 10 минут қайнатып, күнде шай ретінде тұтыну қажет. Осылай қатерлі ісіктен бастап жүрек, қант, диабеті аурулары секілді біршама аурулардан қорғанған боласыз. Жалпылама барлық жемістерде болатындай анардың да ең құнды жері қабығы. Сондықтан анар қабығын тастамай, пайдалы тұрғыдан тұтынған жөн. Ақпарат ұнаған болса, каналға тіркеліп, келесі ақпаратты жіберіп болмас үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыз.